Алтын Орданың негізін салушы Бату хан өз билігі кезінде жошы ұлысын Шыңғыс ханның ясы заңдарына сәйкес басқарды. Сондықтан ол өз ұлысындағы барлық діндерге ерік беріп, олардың кеңінен таралуына мүмкіндік жасады. Әртүрлі халықтар мен діндер мекендеген Дешті Қыпшақ даласын жошы әулетінің бір мемлекетке біріктіруі және ондағы қауіпсіздік пен тыныштық, дамыған канондар мен идеологиялары бар әлемдік монотеистік діндердің осы жерде тамыр жаюына мүмкіндік берді. Бату хан өлімінен кейін оның орнына христиан дін ұстанушы Сартақтың келуі ордадағы мұсылмандардың абыржуына себеп болды. Өйткені Сартақтың мұсылмандарға деген өшпенділігі бүкіл ұлысқа белгілі еді. Оның үстіне ол исламды ұстанушы өзінің немере ағасы Беркені «Сен мұсылмансың, ал мен христианмын, сондықтан мен үшін сенің жүзіңді көрудің өзі жеркенішті» деп қабылдамай тастады. Бату ханның кезінде маңызды мемлекеттік лауазымда отырған мұсылмандарды шеттетуге тырысып, үлкен жеңілдіктерге ие болып отырған мұсылман саудагерлерін қудалады. Және осы істердің бәрінде орыс кінәзі Александр Невский мен басқа да христиандарға иек артты. Сартақтың бұл әрекеті ұлыс халқының Берке ханды қолдауына алып келді. Әсіресе бақуатты мұсылман саудагерлері мен Сартақтың тым христианшылдығына наразы ақсүйектердің қолдауына ие болған Берке қысқа уақытта билікке ие болды. Осылайша жошы ұлысының хан тағына Шыңғыс әулетінен шыққан алғашқы мұсылман отырды. Билікке шамамен 1256-1257 жылдары келген Берке жайлы әртүрлі деректер мен аңыздар бар. Белгілі ғалым Жужани оның мұсылман болғандығы жайлы былай дейді. Берке туылғанда оның әкесі Жошы «Бұл баламды мен мұсылман әйелге ғана емізуге беремін. Себебі ол мұсылман болып туылды және мұсылман әйелдің сүтін ішеді» деген екен. Ал білім алатын жасқа жеткенде ол елдегі ең білгір деген имам ұстаздардан білім алды. Ходжентте білімін аяқтағаннан кейін ұлыстағы бүкіл мұсылман әскерлерінің қолбасшысы болып тағайындалды. Көпшілік ғалымдар Беркенің шамамен 1240 жылдары исламды қабылдағанын айтады. Себебі 1246 жылы бүкіл моғолдық құрылтайға ағасының орнына барған Беркенің өз отауында асты мұсылманша сойғандығы айтылады. Ал 1253 жылы Батудың ордасында болған саяхатшы Гильем де Рубрук Беркенің өз ордасында шошқа етіне тыйым салғандығын жеткізеді. Жалпы мұсылман деректерінің барлығы оның өте діндар болғандығын жеткізеді. Кейіннен Бұхара қаласындағы белгілі сопы Шейх Сайфаддин Бұхарзидің ықпалымен оған мүрит болып, Ханафи мазхабын ұстана бастайды. Оның кезінде мұсылмандар Бату ханның уақытында ие болған бүкіл лауазымды мемлекеттік орындарды сақтап қалды. Осыдан бастап бұл жағдай Алтын Орданың соңғы күндеріне дейін жалғасын тапты. Мемлекет қазынасының негізін құрайтын сауда ісінде де Берке толықтай мұсылман саудагерлеріне еркіндік беріп қойды. Сыртқы саясатта да исламдық бағытта ұстанған ол 1260-61 жылдары Хулагумен соғысып жатқан Мәмлүк сұлтаны Бейбарысқа елші жіберіп, онымен Хулагу ұрпақтарына және олардың одақтасы Византияға қарсы әскери одақ құрды. Сол жылы үлкен әскермен Кавказға басып кіріп, Кура өзенінің маңында Хулагу армиясын толықтай дерлік жойып жіберді. Бұл әрекет өз кезегінде Хулагудың бүкіл күшін Египетке жұмылдыруына мүмкіндік бермей, оның екі майданда соғысуына алып келді. Осылайша, ол өзін халықаралық аренада ислам әлемінің қорғаушы ретінде көрсете бастады. Берке ханның мұндай мұсылмандық саясаты тез арада өз нәтижесін көрсетті. Жошы ұлысындағы қалаларда мешіттер мен медреселер салынып, олардың бейнесі Орта Азиялық стильдегі мұсылмандық қалаларға айнала бастады. Беркенің жақын туыстары мен оны қолдаушы ақсүйектер және жеке әскері түгелдей дерлік мұсылмандыққа өтті. Өзінің ұстазы Сопы Бұхарзиге және басқа да сопыларға бүкіл жошы ұлысының аумағында дін уағыздауға еркіндік беріп, олардың қауіпсіздігін өз мойнына алды. Сөйтіп Беркенің хан тағына отыруы Алтын Ордадағы исламның тез арада таралуына ықпал еткен негізгі факторлардың біріне айналды. Берке ханнан кейін таққа келген Менгу Темір мұсылман болмаса да, Берке салып кеткен мемлекет саясатында ешқандай өзгерістер енгізген жоқ. Мұсылмандар биліктегі өз орындарын сақтап қалды. Бірақ сонда да Берке хан кезіндегідей қолдау болмағандықтан исламның таралуы біраз бәсеңдеп қалды. Ал осыдан кейін таққа келген Түде Менгу мұсылман болды және ол өзінің асқан діндарлығымен ерекшеленді. Өзінің айналасына сопылар мен дін адамдарын жинап алған ол мемлекет ісін толықтай беделді төмен басы Алтын Орданың батыс бөлігінің билеушісі Ноғайға беріп қойды. Ал соңында тіпті
тіпті хан тағынан өз еркімен бас тартып сопылық жолға түсіп кетті. Оның орнына хан болған інісі Төле Бұқа Ноғайдың және беделді ақсүйектердің қуыршағы болғысы келмей оған қарсы соғыс бастайды. Бірақ бұл соғыста Ноғай жеңіске жетіп хан тағына Тоқтаны отырғызады. Осылайша 13-ші ғасырдың соңында билікті түмен басы Ноғай толықтай өз қолына алды. Оның бұлайша елдегі ең ықпалды адамға айналуының бірнеше себептері болды. Бұған дейінгі хандардың мемлекеттік билікті толықтай өз қолдарына алып, елді орталықтандыруға тырысып, көшпелі тайпа ақсүйектерінің құқығын шектей бастауы әрі бұл жолда ұлыстағы мұсылмандарға иек артуы әлі де болса ықпалы үлкен, тәңіршілдіктен бас тарта қоймаған топтардың және Будда дініне бет бұрған ұлыс ақсүйектерінің ашу ызасын тудырды. Тағы бір айта кететін жайт, ол кезде ұлыстағы кейбір тайпа басшылары мен сарай ақсүйектері Будда дінін қабылдаған болатын. Осыған байланысты сарайда буддистік топтардың да ықпалы күшті болды. Олар Ноғайдың айналасына жиналып, хандық билікті әлсіретуге тырысты, және бұл олардың қолынан келді. Алайда Ноғай басшылығындағы феодалдардың билігі ұзаққа созылмады. Бұл орын алған жағдаятқа билік уысынан шығып бара жатқан мұсылмандар да, исламды қабылдаған ақсүйектер де, біреудің қуыршағына айналған бату ұрпақтар да наразы болды. Сөйтіп олардың бәрі Тоқта ханның айналасына жиналып, Ноғайға қарсы ашық күрес бастады. Бұл соғыс 1299-1302 жылдары аралығында болып, нәтижесінде Тоқта толықтай жеңіп шықты. Тоқта ханның дініне келсек, ол алғашында тәңіршілікті ұстанғанымен хандық құрғанға дейін исламға өткені анық. 1293 жылы соғылған тиында оның аты Насир ад-Дин деп беріледі. Тоқта хан өз билігі кезінде әлсіреп қалған хандық билікті күшейтіп, Алтын Орданы әртүрлі ұлыстарға бөлініп кетуден сақтап қалды. Осылайша ол өзінен кейін билікке келетін өзбек ханға мықты іргетас құрып береді. Жалпы мұсылмандықты ашық қолдаған Беркеден кейін келген бұл хандар исламды ашық түрде қолдамағанымен оның таралуына барынша жағдай жасап берді. Ел билеуде олар әрқашан мұсылмандарға иек артты. Сыртқы саясатта да әрқашан мәмлүктік Египетпен достық қарым-қатынаста болып, өзін исламды қорғаушы ретінде танытты. Сондықтан бұлар сол кездегі мұсылман авторларының ешқайсысы жошы ұлысын кәпір мемлекетіне жатқызбаған. Жалпы ислам діні Алтын Орда аумағында алғашқы кездері тек Хорезм мен Бұлғарияда және Сырдың төменгі ағысында толықтай үстемдік еткенімен, қалған көшпелілер жайлаған далалы аймақтарда тәңіршілдік пен шаманизм ықпалы, ал Қара теңіз жағалауларында христиандықтың ықпалы басымырақ болды. Тәңіршілдік сол кездегі түркі моғолдардың дәстүрлі діндері еді, және бұл дін сол кезеңде Дешті Қыпшақ даласында үстемдік құрған негізгі діндердің бірі болды. Айналасында дамыған қалалық мәдениеті бар мұсылмандық және христиандық мемлекеттер болғанымен, Қыпшақ тайпалары олардың ықпалына түсе қоймады. Жошының бұл аумақты жаулап алуымен, онымен бірге еріп келген дәстүрлі дінді ұстанатын көшпелі түркі моғол тайпалары да әлсірей бастаған тәңіршілдікке жаңа бір күш әкелгендей болды. Ал батыс өлкелерде православияның алғашқы кездері ықпалының зор болғаны сонша, 1263 жылы Берке хан оларға сарайда епархия құруына мүмкіндік беріп, оларды мемлекет қорғауына алып, салықтан босатады. Ал орыс князьдеріне шіркеу иелігіне тиісуге қатаң түрде тыйым салып тастайды. Сондай-ақ, жошы билігінің алғашқы кезінде Қарақорымнан келген ақсүйектер арасында буддистер де кездесті. Осында жағдаяттарға қарамастан, жошы ұлысында ислам діні бұл әлемдік және жергілікті сенімдердің арасынан суырылып шығып, үстемдікке ие болды және мемлекеттік деңгейге дейін көтеріле алды. Бұл діннің аз уақыттың ішінде мұндай ықпалды күшке айналуына бірнеше факторлар әсер етті. Соған тоқталып кетсем. Біріншіден, Алтын Орда пайда болған аумақта ислам діні бұрыннан қалыптасқан екі өңір Хорезм мен Бұлғария болды. Бірі жошы ұлысының қиыр түстігінде, ал бірі қиыр теріскейінде орналасқан бұл аймақтар өздерінің айналасындағы көшпелі тайпаларға діни және мәдени тұрғыдан қуатты түрде ықпал ете бастайды. Ал екінші фактор – сопылық және ханафи мазхабы. Қаншама ғасыр бойы исламды қабылдамай келген Дешті Қыпшақтың көшпелі тайпалары сопылардың еңбегінің нәтижесінде айналдырған жарты ғасыр ішінде мұсылмандықты қабылдап шыға келді. Сондай-ақ шариғат мектептерінің ішіндегі ең жұмсағы әрі жергілікті дәстүрлерге бейімделе алатын ханафи мазхабы да мұнда аз рөл ойнамады. Үшіншіден, мұсылман дінбасылар мен саудагерлері әрқашан қай ханның тұсында болмасын, олардың орталықтандыру саясатын қолдап отырды.
ал сепаратизмге бейім көшпелі ақсүйектер өз күресінде әрқашан тәңіршілдікке иек артты. Сондықтан хандар өз билігін нығайту үшін әрқашанда ислам дінін және оны таратушыларды қолдап қуаттап отырды. Төртіншіден, сол кезде сыртқы саясатта болып жатқан оқиғалар да Алтын Орданың ислам елдерімен достасып, христиандықты ұстанатын елдермен соғысуға итермеледі. Бұл да өз кезегінде жошы ұлысын мекендейтін халықтардың исламға деген жылы ойдың қалыптасуына себеп болғанын және ислам елдерімен мәдени және рухани қарым-қатынастың жандануына негіз болғаны анық. Сонымен Тоқтанның өлімінен кейін, оның билігі кезінде қатты әлсіреп қалған даланың көшпелі феодалдары соңғы қалған қуаттарымен өздерінің қан арқылы берілген құқықтарын қайтарып алғысы келіп, тағы да тәңіршілдікті ту етіп, ел басмашты хан көтеруге тырысты. Хан тағында мұсылманды көргісі келген. Бұл уақытта біраз күш жинап алған мұсылмандар да, әсіресе Хорезм әмірі Темір Құтлық, хан тағынан үміткер Өзбекті қолдап шықты. Қысқа мерзімге созылған бұл араздықта Өзбекті жақтаушылар жеңіске жетіп, оны хан көтерді. Оның таққа келуімен, яғни 1312 жылы ислам мемлекеттік дәрежеге көтерілді. Бұл әрекетке себеп, бір жағынан әлі мұсылмандықты мойындамайтын көшпелі тайпаларға ислам дінін қабылдату болса, екіншіден үнемі сепаратизмге ұмтылыс жасайтын дала феодалдарының иек артар күшін жою болды. Әрине, бұл әрекетке қарсы ұлыстың түкпірінде қуатты көтерілістер болғанымен, Өзбек хан оларды оңай әрі қысқа уақытта басып тастады. Хан тағына ие болған Өзбек хан Алтын Орданы түбірімен өзгерте бастады. Бұл өзгерісті ол алдымен мемлекеттік басқарумен сот үстінде енгізді. Мемлекетті ұлыстарға бөліп, оны мұрагерлікпен қалдыруға рұқсат берді. Мемлекеттік мәселелерді алдыңғы хандар сияқты бүкіл әулеттік құрылтайларда емес, өзі тағайындаған адамдардан тұратын диванда қарай бастады. Енді Алтын Орда мемлекетінде ислам қандай жолмен таралды деген сауалға кеңірек тоқталсақ. Жалпы Алтын Орда аумағында исламның бірнеше тармақтары мен мазхабтары таралды. Кавказда Шафии мазхабы кең таралса, ал Орта Азияның кей жерлерінде шииттердің ықпалы болды. Ал Хорезм мен Бұлғарияда Ханафи мазхабы үстемдік құрды. Дегенмен бұлардың арасынан жошы ұлысында исламның орнығуы мен Алтын Орда мәдениетінің қалыптасуында Ханафи мазхабы үлкен рөл атқарды. Әсіресе сол кездегі білім мен ғылымның орталығы болып табылатын Хорезм мен Түркістан өңірінен шыққан Ханафи ғалымдары мұнда үлкен рөл ойнады. Олардың арасында бүкіл Дешті Қыпшақта Ханафи мазхабының ұстанымдары мен дәстүрлері кең тарап, Беркенің кезінен бастап мемлекеттік қолдауға ие болды. Осылайша ұлыстың астанасы Сарайда Ханафи мазхабының өзіндік бір мектебі қалыптаса бастады. Белгілі орыс ғалымы Бартольд исламның Дешті Қыпшақ даласындағы таралу себебін біріншіден сопылардың белсенді іс әрекетімен, ал екіншіден мұсылмандық отырықшы аудандардың барынша көршілес көшпелі тайпаларға ықпал етуінен деп түсіндіреді. Шынында да, Дешті Қыпшақ өлкесіне мұсылмандықтың жайылуында исламдағы сопылық ағымның алатын орны ерекше. Сопылық бұл исламдағы мистикалық аскеттік ағым болып табылады. Сопылардың кітаппен жүретін және онымен сөйлейтін фақықтардан айырмашылығы бекітілген бір діни нормалардың болмауы, яғни әрбір сопының ақиқатқа жететін өз жолы болады. Әрбір сопының міндетті түрде шәкірттері, мүриттері болды. Және ол мүриттер міндетті түрде барлық істе сопыларға бағынуы тиіс еді. Атақты сопылардың мүриттерінің саны бірнеше мыңға жетіп отырған. Сондықтан өзіне толықтай бағынған мүриттері бар сопылар өте үлкен саяси және рухани ықпалға ие болды. Дәшті Қыпшақтың көшпелі түркілерінің арасында негізінен Орта Азиялық сопылар маңызды орын алды. Әсіресе Әзірет Сұлтан атымен танымал түркістандық Қожа Ахмет Яссауи негізін салған Яссауия тарихаты, Бұхаралық Бахауаддин Нақшбанд негізін салған Нақшбандия тарихаты және Хорезмдік Нәжмаддин Кубра негізін салған Кубравия тарихаттары кең таралды. Осы үш тарихаттың сопыларының арқасында Дешті Қыпшақ даласында исламды қабылдамаған бірде-бір түркі тайпасы қалмады. Бұхара мен Самарқандта және Хорезмде дін үйренген сопылардың көпшілігі өз өмірін көшпелі түркілер арасында исламды насихаттауға арнады. Әсіресе сопылардың дүниені тәрк етіп өмір сүруі көшпелілерге қатты әсер етті. Көптеген тарихи деректерде және өзіміздің халық ауыз әдебиетімізде бір ғана сопының бүтіндей бір руды исламға кіргізгендігі жайлы мәліметтер көптеп кездеседі. Мұндай ақпараттар мұсылман жазба деректерінен де табылады. Мысалы, Түркмения жерінен шыққан Яссауия тарихатының өкілі Хусейнбек атты сопы башқұрт тайпаларының толықтай исламды қабылдауына себепші болған.
Бұл сопының беделінің жоғары болғаны сонша, оның өлімінен кейін Әз Жәнібек ханның өзі оған арнап қазіргі Уфаның маңынан үлкен кесене салады. Мұндай әулиелер жерленген кесенелер көп ұзамай көшпенділер арасында исламның таралуының орталықтарына айналды. Сопылар қарапайым халықпен қатар Алтын Орданың хандарына да үлкен ықпал етіп отырды. Берке ханның Сайф-ад-Дин Бұхарзиге мүрит болуы, Өзбек ханның барлық істерде өзінің ұстазы Сейд атаның кеңестеріне құлақ тұруы көп нәрсені аңғартса керек. Өзбек хан дәл осы Сейд атаның бастауымен ислам дінін қабылдайды. Сейд ата атақты Ахмет Яссауидің ұстазы Баба Арслан Зеңгі атаның тікелей ұрпағы болып табылады. Өзбек ханның билігі тұсында Сейд ата жошы ұлысында ханнан кейінгі екінші адам болған және мемлекеттің саяси өмірінде маңызды рөл атқарған. Сөйтіп сопылық біртіндеп ұлы даладағы көшпенділердің бір бөлшегіне айнала бастады. Жалпы сопылық дүниетанымның бір ерекшелігі діндегі негізгі сенімдерге қайшы келмейтін жергілікті дәстүрлерді трансформациялау алуында еді. Осының нәтижесінде бұрын әртүрлі тау-тастан, ағаштардан және тағы да басқа нәрселерден көмек сұрайтын халық енді исламды таратқан әулиелерден барып көмек сұрайтын болды. Ал шамандар болса, енді өз ритуалдарында Құран аяттарын оқу арқылы әруақтарын шақырып, адамдарды емдей бастайды. Осылайша ислам діні тәңіршілдіктің қалдықтарын ақырындап болса да ығыстырып, аяғынан нық тұра бастады. 14 ғасырдың ортасынан бастап, ислам діні Алтын Орда халықтары үшін жаңадан келген дін түсінігін жоғалтып, мәдениеті мен тұрмысының бір бөлшегіне айналды.